Демалыс күндері бала-шағамен қайда баруға болады? Астаналықтарды жиі мазалайтын сұраққа жауап іздеп көрейік. Біз бұл жолы Ақмола облысы Біржан-Сал ауданындағы демалыс орнын таңдадық. Ондағы сферада түнеп, ертесіне әйгілі аюлы шоқысына шықтық. Балаларымызға әсіресе мына көрініс ұнады. Сонымен басынан бастап рет-ретімен айтайын. Астанадан таңғы 8-де жолға шықтық. Автобанмен зырылдап отырып, 11-ге қарай Бурабай ауданына жеттік. Ең алдымен Зеленый Бор ауылының іргесіндегі марал шаруашылығына тоқтадық. Емдеу сауықтыру орталығына дертіне шипа іздеп келетіндер де бар екен. Дегенмен біз сияқты саяхаттап жүргендердің қарасы көп. Кіру ақысы адам басына 1500 теңгеден. Маралдарға беретін жемді де сатып алуға болады. Жануарлар әбден қолға үйреніп алыпты, жатырқамай жетіп келеді. Қолыңдағы жем таусылса бұрылып кетіп қалады. Елдің бәрі суретке түсіп әлек болып жүр. Кейбірінің мүйізін кесіп алған, пантакрин алатынын жақсы білесіздер. Кер маралдарды тамашалап болған соң балалар қояндарды көргісі келді. Арасында көжектері де бар екен. Оларға да жем беріп қоректендірдік те демалыс орнының аумағын араладық. Киіз үйде жүрек жалғап, қымыз ішіп алдық. Балалар садақ атып мергендіктерін сынап көрді. Сол жердегі қыздар оларға қалай атуды да үйретті. Одан кейін атқа мініп серуендедік. Бір атты жарты сағатқа жалға алу 5000 теңге. Жылқылар жуас, жүрісі жайлы екен. Марал фермасында 2 сағаттай жүріп, Щучинск қаласына жақын жердегі демалыс базасына жолға шықтық. Біржан-Сал ауданы Жүкей көлінің маңында орналасқан кемпингімізге сағат 2-де жетіп орналастық. Бір ай бұрын бронь жасап қойған үйімізді бір күнге жалға алу құны 95 000 теңге болды. Киіз үйге ұқсайтын сфера түріндегі шағын үйімізде балаларға және үлкендерге арналған 2 жатын орын, дөңгелек үстел, кондиционер, микроволновка, душ сияқты қажетті заттардың барлығы бар. Балалар ағашқа үрмелеп, саңырауқұлақ теріп, кәуап жасап көрді. Кешке қарай түрлі ойындар ойнап, ашық аспан астында фильм тамашалады. Түн салқын болғанымен шатырымыз пешпен жылынды. Ұйқымызда сергек болды. Ертесінде бала-шағамызбен орманды аралаймыз деп ескерткіш тақтаға тап болдық. Біз тоқтаған демалыс орнына қарама-қарсы бетте әйгілі Біржан-Сал ақын мен ғашығы Ләйлімнің махаббатының куәсі болған аюлы шоқысы тұр екен. Тарихи орынды тамашалап шоқыға шықтық. Маңайы қалың орман, жақпар тастар және мынандай әдемі көрініс ашылды. Төменде Жүкей көлі мен оны жағалай отырған ауылдар көрінеді. Осылайша бір кездері сал серілер мекендеген Ер-Көкше өңіріне жасаған 2 күндік саяхатымыз аяқталып, жақсы әсермен Астанамызға оралдық.